менің бала күнгі арманым деректі фильм түсіру болатын. Алғашқы фильмнің тақырыбын мемлекетіміздің ұлы тұлғасы, аса көрнекті мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаев атамыздың өмірі мен қызметіне арналады. Олай болса, құрметті көрермендер, менімен бірге Қонаев қаласына жол тартайық. Бүгін біз Жетісу облысы Көксу ауданы Жетішау орта мектебінен қонақ болып Қонаев қаласына жеттік. Біз бұл сапарымызда еліміздің тарихи тұлғаларының бірі Дінмұхамед Қонаевтың өмірі мен қызметін зерттеп, оның мұраларына құрмет көрсету мақсатында ретро мұражайларын аралап, тарихи жәдігерлерімен танысатын боламыз. Дінмұхамед Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Алматы облысының Қаскелең ауданындағы Қарасай ауылында дүниеге келген. Ол инженер-металлург мамандығын алып, Мәскеудегі түсті металлургия институтын бітірген. Өзінің кәсіби өмірін металлургия саласында бастаған Қонаев әсіресе Қарағанды мен Өскемен өңірлерінде жұмыс істеді. Қонаев қаласында орналасқан ретро мұражайына келу біз үшін үлкен мәртебе. Мұражайға келген әр адам оның ұрпақтары үшін қалдырған мол мұрасын сезініп, тарихтың бір бөлшегіне айналады. Мұражайда сақталған тарихи фотосуреттер мен құжаттар арқылы біз ұлы тұлғаның өмір жолын, басқарған жылдарындағы елеулі өзгерістерді тереңірек түсініп, сол кезеңнің куәсі бола аламыз. Мұнда оның жеке үйінен алынған тұрмыстық бұйымдар, фотосуреттер мен өзінің көлігі де сақталған. Қонаевтың басқаруы кезінде Қазақстанның өнеркәсібі, әсіресе металлургия, химия, энергетика салалары айтарлықтай дамыды. Қонаев қаласындағы ретро мұражайында Дінмұхамед Қонаевтың жеке вагоны ерекше экспонат ретінде қойылған. Ендеше ішін бірге тамашалайық. Оның сыртқы құрылымы да ерекше. Оның сыртқы көрінісі сол кездегі жоғарғы класты көліктердің дизайнын көрсетеді. Қонаевтың вагоны тек ыңғайлы ғана емес, сонымен бірге өте стильді болды. Мұндай вагондар мемлекеттік сапарлар кезінде, әсіресе ұзақ жолдарда қолданылды. Вагонның ішкі интерьері заманына сай ыңғайлы әрі сәнді. Мұнда жұмыс істеу және демалу үшін барлық жағдайлар жасалынған. Әсіресе вагондағы кең әрі жайлы кабиналар мен жұмыс бөлмелері ерекше назар аударады. Мұнда Қонаев өзінің іс сапарлары кезінде кездесулер өткізіп, жұмыс жасайтын болған. Вагонның ішінде дәретхана, жуыну бөлмесі, демалыс аймағы мен асхана да бар. Бұл сол дәуірдің жоғары лауазымды тұлғаларының комфортты сапар жасауына мүмкіндік берген. Қонаев қаласының ретро мұражайындағы Дінмұхамед Қонаевтың вагоны тарихымыздың бір бөлшегі. Мұражайға келіп, осы тарихи жәдігермен танысып, еліміздің өткеніне саяхат жасаңыздар. Кешіріңіз, сізге Қонаев атамыз туралы кішігірім бір сұрақ қойсам. Қойыңыз, жақсы. Қонаев атамыздың Қазақстан тарихындағы орны қандай болған білесіз бе? Білетінімді айтайын, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстан Компартиясының алғашқы хатшысы, ұлы тұлға, мемлекетіміздің саясаткер, қайраткер, жоғарғы лауазымға ие болған кісі. Жауабыңызға рахмет.